Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сүтті қыз тортын жасаймыз. Ол үшін біз жұмыртқаға сгущенка қосамыз. Енді біз оның үстіне ерітілген сары май құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Мінекей біз бәрін жақсылап араластырып алдық. Енді біз ұнға қопсытқыш қосамыз. Енді массамызға құямыз. Бірінші жартысын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей бізден андай қою масса пайда болды. Достар, біздің массамыз тым татты. Сол үшін де асты жабыспас үшін біз оның астына сары май жағып аламыз. Енді біз оған массамызды саламыз. Енді біз оны 180 градуста 5 минут пісіріп аламыз. Енді біз оның кремін дайындаймыз. Бірінші біз сливкеге сахарный пудра саламыз. Енді тортымызды жинау ғана қалды. Бірінші біз қоржыққа кремімізді құямыз. Енді жағып шығамыз. Үстіне қоржығын саламыз. Дәл осылай барлығын істеп шығамыз. Достар, енді әрлеу ғана қалды. Мен бетіне қоржықтан артылған қоржықты саламын, және вафлиді саламын. Менің вафлиім мынандай вафли. Енді себеміз. Енді ортасына қоржықты саламыз. Енді біз бұны холодильникқа қойып қоямыз.